Сәлем, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін мінекей осы фотоны үйренеміз. Ал бастайық. Және де мен баяғы PicsArt'ын қайтып басып алдым. Шыны керек, анамен жұмыс істеу маған ыңғайсыз болды. Клипарттар тегінне тегін, бірақ та көп функциялар ода жоқ. Мінекей маған керекті вырезать жоқ, және де тексттен бір-екі андай тень, текстура дегендерді қоя алмайсыз. Сол жағы маған ыңғайсыз тудырғандықтан қайтып осыны басып алдым. Мінекей енді мына фотоға тоқталсақ. Бұл фото кешке қарай түсуді талап етеді. Кешке қарап түсесіз. Мінекей менің бір бетіме жарық түсіп тұр. Байқасаңыздар, бұны мен әдейі кәдімгі көшедегі фанфар, яғни көшедегі столбының астына барып түскен болатын. Сол себептен менің бір бетіме жарық түсіп тұр. Мінекей көрсеңіздер. Бірақ та сіздер қазір мінекей осы жерде не болатын? Столб тұратын, мен оны қырқып тастадым. Осылай да түсеңіздер болады, бірақ та бұның тек қана бұлай түсу емес, жай ғана бас кешке көрінеді деген жерге барып түссеңіз, сәл кешіп жатқан кезде түссеңіз, мінекей қазір инструментке кіріп, превьюға кіріп, осы жерден көрсетемін. Алдыңғыда мынандай өшіргіш жоқ болатын. Осыны жоғары қарап көтересіз да, окей, өшіргішті алып, мына инь-янды басасыз да, сонымен бір жағын ғана бояйсыз, бір жағын ғана ағартасыз. Тура осылай сіздер жасанды жарықты жасасаңыздар болады. Кешке қарап не обязательно андай столбының астына барып түсу. Осылай істесеңіздер болады. Удалить мен істемей ақ қояйын, өйткені менде дайын тұр. Бізде бірінші FX артын блур қылып алыңыздар, себебі қазір бізде бір майда материалдар бар, олар көрінбей қалуы мүмкін артындағы жарықтармен. Блур жоғарыдағы өшіргішті аламыз. Енді тек қана адамның үстіне өшіріп шығамыз. Қалған жердің блурларын қала берсін. Оны немен, регулятормен шамалы азайтасыздар. Қатты блур болып кетсе де болмайды. Тура осы кезіндегі блур нормальный. Добавить фото. Мінекей өзіме керек нәрсе, бұл осылай дайын тұрады. Мен бұны алдында айтқан қыздан алдым идеяны. Мінекей осылай дайын тұрады. Осылай, окей, қоя саласыздар. Және де қолында өшіретін жерлер бар. Қазір жақындатып көрсетейін. Мінекей торлап қоясыздар. Қарасаңыздар, бұның өзінің жарығы бар. Светлый немесе баяғыларда отвелить дейді. Соған қоясыздар. Экранға емес. Мінекей көріп жатсыздар. Қолын чуть-чуть ашамыз. Мінекей қолын саусақты бір тура ұстап тұрған сияқты болады. Әдемі негізі. Ана және де қырларын өшіріп тастайсыздар. Окей, байқасаңыздар, мінекей менің бетіме жарық түсіп тұрған сияқты болып жатыр. Мынаның жарығы менің бетіме түсіп тұрған сияқты болады. Мінекей осыда бұның приколы. Тағы да бізде бұмен тоқталып қаламыз. Мінекей осы үш нәрсе керек маған. Біреуін жоғарыдан қоямын. Мінекей жоғарыдан жарық түсіп тұрған сияқты. Окей, бұны светлый немесе баяғыларда отвелить, соған қоясыздар. Бұны да қырын тез өшіріп тастаймын. Және де екіншісі менде тағы майда көзге көрінбейтін, бірақ та видеода көрінбеуі мүмкін, бірақ фотода міндетті түрде майда жарықтар. Бұлар бір жарық шашып тұрған сияқты болады. Және де соңғысы мінекей жарық, кәдімгі қар сияқты жарық бұл. Бір нәрсе ұшып жүргендегі түсіп қалады, сол сияқты болады. Мінекей осымен дайын. Және де FX-ке кіреміз. Драма болған. Негізі көбісі тура келеді, бірақ та драма әдемі түседі. HDR-де қосып жіберсеңіздер болады. Үстіне ерінбесеңіздер, мінекей драманы қоясыздар. Дәл осылай қатты болып кетпесін драма. Кішкене болса нормальный. Артында қараларды қою қара қылады. Мінекей дәл осы күйінде істелінеді. Көріп жатсыздар. Ешқандай да қиыны жоқ. Және де бүгінгі Photoshop батылдан асауды құттықтаймыз. Осымен сау саламатта болыңыздар.